Айжан бүгін ерекше ерте оянды. Көңілі толқып, жүрегі дүрсілдеп соғып тұр. Бүгін ол күйеуі Арманды іс сапардан қарсы алмақ. Сюрприз жасаймын, өзі де таңғалсын деп айнаға күлімсірей қарады. Бірнеше күннен бері Арманның жоқтығы үйді тым бос қылған. Телефонмен сөйлесе де бір салқындық сезілетін. Бірақ Айжан бұған мән бергісі келмеді. Шаршаған шығар, жұмысы ауыр ғой деп өзін жұбатты. Поезд келуге 1 сағаттай уақыт бар еді. Ол гүл сатып алып вокзалға асықты. Қолында букет, жүзінде қуаныш. Перронда адамдар көп. Дәл сол сәтте оның көзі кішкентай қызға түсті. 12 жас шамасындағы бала. Алдында карталар мен ескі қорап. «Апай, бал аштырасыз ба?» деді қыз байыпты үнмен. Айжан күліп жіберді. «Сен әлі бала емессің бе? Бал ашқан қалай?» Қыз үндемей оның қолын ұстай берді. Сол мезетте Айжанның денесінен әлдебір суық леп өткендей болды. Қыздың көздері тынбай салды, тіпті қорқынышты да еді. «Апай, сіз бүгін қуанып келдіңіз, бірақ қайтарда жылап кетесіз», деді баяу ғана. Айжан шошып қолын тартып алды. «Не айтып тұрсың сен?» «Мен тек көргенімді айтамын», деді қыз сабырлы кейіппен. Жүрегін әлдебір белгісіз сезім қысып өтті. Сандырақ қой бұл деп басын шайқап, поезд жаққа қарай бұрылды. Бірақ әлгі сөздер құлағынан кетпей қойды. Поезд ысқырығын басып баяу тоқтай бастады. Адамдар перронға қарай ағылып, әркім өз жақынын іздеп жатты. Айжан жүрегі атша тулап, көзін вагон есігіне қадады. Арман қазір түседі. Бір сәтте таныс бейне көрінді. Арман. Қолында чемодан, үстінде сұр пальто. Бірақ жанында бір әйел бар еді. Айжан мұздап кетті. Әлгі әйел күліп, Арманның иығына қолын қойып тұр. Мүмкін әріптесі шығар, деп ойлады Айжан өз-өзіне. Бірақ қызғаныш жүректі тіліп өтті. Арман оны байқап қалды. Таңырқай тоқтады. «Айжан, сен мұнда не істеп жүрсің?» деді абдырап. «Қарсы алуға келдім, сюрприз жасағым келген». Арман күліп әйелге бұрылды. «Бұл біздің бухгалтер, Алия. Бірге келдік. Поезд бір ғана бағыт қой». Алия жылы жымиып сәлем берді. Бірақ Айжан оның көзіне тура қарай алмады. Ішінде әлдебір салқындық бар еді. Жол бойы үнсіз кетті. Арман сөйлескісі келгендей болды, бірақ Айжан өз ойымен әуре. Кішкентай баланың айтқаны қайта-қайта ойына орала берді. «Сіз қуанып келдіңіз, бірақ кетерде жылайсыз». Үйге жеткен соң Арман тез жуынуға кіріп кетті. Айжан сөмкесін ашып жатып, оның күртешесінің қалтасынан кішкентай қағаз тауып алды. Онда әйелдің жазуы. «Келесі жолы кездескенше, Арман». Айжан сол қағазды қолына ұстап ұзақ отырды. «Келесі жолы кездескенше». Бұл жай қоштасу емес. Әр әріптен жылылық, тіпті сағыныш сезілетіндей еді. Арман бөлмеден шығып, шашын сүртіп келе жатты. «Не болды? Неге үнсізсің?» деді ол. Даусы сабырлы болғанымен, көзі бір түрлі жалтақ. «Арман, мына қағаз не?» «Қай қағаз?» деп ол селк ете қалды. Айжан жазуды алып алдына тастады. Арман біраз үндемей тұрды да күрсінді. «Ол Алия жазған. Бірақ арамызда ештеңе жоқ, жай ғана жұмыс бойынша», деді асығыс. Айжан сенгісі келді, бірақ ішкі дауысы өтірік деп сыбырлады. Кеше ғана сол кішкентай қыздың көзіне қарап тұрғаны есіне түсті. Кеткенде көзіңнен жас тамады. Сол түні ұйықтай алмады. Арман да мазасыз болды. Телефонына әлденеше хабар келді. Экранда бір ғана әріп көрінді. «А». Айжан бұрылып теріс жатты. Арман телефонын тез аударып қойды. Бөлмеде үнсіздік. Бірақ бұл үнсіздіктен де ауыр нәрсе бар еді. Сенімнің үзілуі. Таңға жуық Айжан терең ойға батты. «Мен неге қорқып отырмын? Егер шындық бар болса, білуге тиіспін. Өтірікпен өмір сүргім келмейді». Ол ішінен шешім қабылдады. Арман ұйықтап жатқан. Телефонын алып, сәл ойланып тұрды да, құпия сөзін енгізіп көрді. Ашылды. Хабарламалар ішінде бір есім қайта-қайта шықты. Алия. Оқып көрді. «Саған қатты үйреніп кеттім. Кеше сенсіз ұйықтай алмадым. Айжан ештеңе сезіп жүрген жоқ па?»
Жүрегі тоқтап қалғандай болды. Бір сәтке бүкіл дүние айналып тұра қалғандай. Көзінен жас ып-ыстық болып сырғып түсті. Дәл сол сәтте есіне әлгі кішкентай қыз түсті. Сіз қуанып келдіңіз, бірақ кетерде жылайсыз. Иә, солай болды. Таң атты. Үй іші тып-тыныш. Арман жұмысқа дайындалып жүр. Айжан үнсіз шай қойып отыр. Кеше түнде оқыған хабарламалар әлі көз алдында. Бірақ ол ештеңе демеді. Бүгін бәрі өзі сөйлесін. Арман асығыс үстел үстіндегі күртешесін киді. Қалтасынан телефоны түсе жаздап, еденге құлады. Экран жанып жаңа хабарлама шықты. Арманның жүзі бозарып кетті. Айжан жай ғана күлді. Баяу, салқын күлкі. Жауап жазбайсың ба? Деді ол тынышынмен. Арман аузынан сөз түспей, телефонын ұстаған күйі тұрып қалды. Айжан орнынан тұрды. Мен сенің өтірігіңмен емес, өз шындығыммен өмір сүрем. Қалғанын уақыт өзі жазалайды. Ол сөмкесін алды да есікті жай жапты. Көшеде жаңбыр сіркелеп тұрған еді. Айжан баяу жүріп бара жатты. Әр қадам сайын ішіндегі ауырлық жеңілдеп барады. Кенет көше бұрышында әлгі кішкентай қыз тұрды. Қолында баяғы карталар. Айжан тоқтап, үнсіз қарап тұрды. Қыз жымиып, енді сізде бәрі жақсы болады, апай, деді. Сол сәтте жаңбыр тамшылары Айжанның жүзін жуып өтті. Бұл жолы ол жылаған жоқ, тек аспанға қарап күлімсіреді. Өмір оны сындырып емес, оятып кеткен еді.